Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін тұздалған қияр жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай қиярларымызды жуып тазалап қоямыз. Содан кейін банкаларымызды стерильдеп аламыз. Содан кейін стерильденген банкаларға осылай рет-ретімен керекті заттарымызды салып аламыз. Ең алдымен бұрыш, чеснок, укроп, лавровый лист. Содан кейін қиярларымызды видеода көрсетілгендей осылай рет-ретімен салып отырамыз. Қиярларды банкаларға салып болғаннан кейін қайнап тұрған суымызды осылай толтырып банкаға су құйып аламыз. Банкамызды ыстық суға толтырғаннан кейін стерильденген қақпақтармен жауып 15-20 минутқа қоя тұрамыз. 15-20 минут уақыт өткеннен кейін банкадағы суларды осындай шағын кастрюльге тесігі бар крышкамен құйып аламыз. Суымызды құйып алғаннан кейін 2 ас қасық тұз, 3 ас қасық қант салып, газға қыздырып аламыз, қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін банкаға құйып аламыз. Содан кейін аспирин және 1 шай қасық уксусты құямыз. Дайын болған банкаларды закрывашкамен жауып, жылы жерге төңкеріп қойып-қоямыз. Барлықтарыңыз жасауға кеңес беремін, өте оңай және тез жасалынады.